Балалар, құлагер еркіндікке ұмтылған қазақ елінің символы деген бүгінгі тақырыбымызда бәйге байқауына түсетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсатына сай, бәйге байқауында біз сыни ойлау арқылы құлагер поэмасын талдап және өз пікірімізді білдіре отырып, сыни тұрғыдан баға береміз. Яғни поэмаға баға береміз. Сыни ойлау дегеніміздің не екенін сендер жақсы білесіңдер. Сыни ойлау бұл өзін-өзі тәрбиелейтін, өзін-өзі бағалай алатын және түзете алатын ойлаудың ең жоғарғы интеллектуалды биік деңгейі болып есептеледі. Сыни ойлау дегеніміз сананы кемелдендіретін, анықтау, пайымдау және бағалау деген мағыналарға ие екенін сендер жақсы білесіңдер. Ендеше балалар, бүгінгі тақырыбымыздың қорытындысы ретінде бәйге байқауына түсіп көрейік. Бірінші, сипаттау барысында мынадай сұраққа жауап береміз. Сипаттау барысында құлагер поэмасының сен үшін құндылығы неде деген сұраққа жауап берейік. Екінші, ақын Ілияс Жансүгіровтің басқа шығармаларымен салыстыра отырып құлагер поэмасын. Осы поэмадағы ақын көтерген мәселе өзекті ме деген сұраққа жауап береміз. Үшінші, сеніңше құлагерді шын мәнінде өлтірген кім деген сұраққа жауап бере отырып, ой пікір айта отырып және пікірімізді дәлелдейміз. Төртінші, шығарманың қай тұсы саған үлкен ой салды деген сұраққа жауап береді екенбіз. Бесінші, құлагер еркіндікке ұмтылған қазақ елінің символы деген пікірмен келісесің бе деген тақырыпта ой толға. Алтыншы, балалар, егер сен автор болсаң, осы поэманы қалай аяқтар едің? Өзіңнің пікіріңді айта отырып, ұсынысыңды жеткізу керек. Балалар, бұл бәйге байқауын не үшін алдым? Себебі қазақ халқы жылқы малын өте қастерлейтінін білесіңдер. Әрі құлагер поэмасымен байланыстыра отырып, әрі жылқы малының 6 сипатына байланыстыра отырып, 6 сұрақ алып отырмыз. Ой толғай отырып, сыни пікір айтады деген үміттемін. Мен үшін құлагер поэмасының құндылығы болған оқиғалардың сырын айту үшін ондағы оқиғаларды қиыстыра қолдануында, шығарма ретінде жазып тарих бетінде қалғанында және поэманың шырайлы тіл байлығы. Мұнда жазушы оқырмандарды баурап алу үшін әдемі картина және әдемі образдарды нәзік сезімге беріле отырып сипаттаған. Себебі қазақ халқыда құлагер ат сияқты талай жаудың қолынан сүрініп, бірақ Аллаға шүкір қайта тұрып еркіндікке ұмтылған. Мұнда қатыгез заманына мойынсынбай өткен тәкаппар ақынның бейнесін көремін. Және де мұнда қазақ халқының рухани өнерінің тазалығы бар. Маған ақынның мүсінді адам бейнесін суреттеуі ұнады. Табиғатты тамаша бейнелеуі, ақынның сөз саптауы ой салды. Мысалы, Шипатау тазартады барлық дерттен, Көкшетау көк жердің бір көркем жері. Құлагерді шын мәнінде өлтірген өкінішке орай халқымыздың бойында бар көреалмаушылық, қызғаныш, арамниеттілік деп ойлаймын. Сегіздің құлагерден айырылғандағы құлагердің басын құшақтап қоштасуы әсер қалдырды. Құлагер қолда өсірген құлынымай, ішінде омыртқаның жұлынымай. Бәйгеге шабатын аттың қауіп-қатер көп болады. Бәйгеге шабатын атқа содан кейін адам оны алдын ала біліп отырып, атты бәйгеге салып жарыстырғанның өзінде қарап отырып шабу керек. Ол атпен сосын ол аттың тұқымын ертерек алып қалуға тырысу керек. Ол ат қай жерде қандай болатынын ешкім білмейді. Сондай үшін өзім ойымда мен оны жазаға тартар едім. Қандай жазаға? Қандай жазаға дейсіз ба? Қинап баспасынан оны айыратым. Ал құлагерді аман алып қалу мүмкін болар ма? Сен болсаң?
мүмкін болатын. Қалай алып қалар едің? Аттың алдын ала аттың ойы мен өзіңнің ойыңды біріктіру керек. Сонда мықты болады. Жақсы. Балалар, бүгінгі бәйге байқауына өте жақсы қатыстыңдар. Керемет пікір айттыңдар. Әрі шығарманы сипаттап, басқа шығармалармен салыстырып, өз пікірлеріңді дәлелдеп, талдап, ой толғау айта білдіңдер және ұсыныс білдірдіңдер. Бүгінгі сабақта белсене қатысып, сыни тұрғыдан пікір білдіре алған бәйге жеңімпазы Елдосқа от шашуға арналады.